Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде өзінің алып келген тура жол және ілімнің мысалын, және сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алып келген тура жол, ілім және ақиқатты қабыл ететін адамдардың деңгейін үшке бөліп қарастырады. Бұл хадисті бізге имам Бухари және имам Муслим өздерінің сахих кітаптарында Абу Муса әл-Ашғаридан жеткізеді. Сол хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтады: "Мәсәлу ма баъасаниллаху бихи минал худа вал илми камасалил ғайс. Әл-касир асаба арадон." Шын мәнінде мен алып келген тура жол және ілім бір нөсер жаңбыр сияқты. Сол нөсер жаңбыр жерге кеп жауады. Факана минха нақиятан. Сөйтіп пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам осыны алып келген тура жолдың ілімін бір нөсер жаңбырға ұқсатқан болса, соны қабыл ететін адамдарды үш деңгейге бөледі. Және оларды пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам жерге теңейді. Сол ең бірінші топты адамдар, олар құнарлы жер сияқты адамдар дейді. Олар пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам алып келген тура жолды және ілімді өздерінің бойларына сіңдіреді және өзгелерге береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп сипаттайды: "Қабилат мәә", ол адамдар жаңағы құнарлы жер сияқты ең бірінші суды бойларына сіңдіреді. "Фәәнбәтат кәләә уәл ұшба", және сол жерден кәләә деп араб тілінде өсімдік айтады. Мейлі құрған өсімдік болсын, немесе көгеріп тұрған өсімдік болсын. Сол ең бірінші адамдар сол суды бойларына сіңдіріп, кейіннен сол жерден шөп шығарады. Ал-ұшб деген сөз, ол жап-жасыл өсімдік айтады. Яғни бірінші топ адамдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алып келген ілімін, тура жолын, ақиқатын өздері қабылдап, сол жерде көгеріп, өзгелерге бөлісетін адамдар. Уаканат минха аджадиб, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи екінші топ адамдарды баяндайды. Оларды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи аджадиб деген жерге ұқсатады. Аджадиб қандай жер десе, пайғамбарымыз түсіндіреді. Амсакатил мәә фанафағаллаху бихан наса. Ондай адамдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алып келген ілімін, тура жолын ұстайды, бірақ өздеріне пайдаланбайды. Бейне бір суды ұстап тұратын жер сияқты. Ондай жерлер суды бойында ұстайды, бірақ ол жерде ешқандай шөп өспейді, ондай жерде ешқандай гүлденбейді. Тура сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алып келген ілімдерін өздеріне өмірінде пайдаланбай, бірақ тек қана өзгеге жеткізетін адамдарды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осыларға ұқсатқан. Фашарибу уасақ уазарағу, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сипаттайды. Ол сол адамдарға суды береді. Адамдар сол жиналып қойған судан кеп су ішеді, өзгелер сояқтан сусындандырады және сол су арқылы егін егеді. Яғни бұл адамдар мысалдары пайғамбарымыз саллаллаху алейхи алып келген ілімдерін, хадистерін, сүннеттерін өздерінің өмірлерінде қолданбайды, бірақ өзгелерге жеткізетін адамдарды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осындайға жерге ұқсатады. Үшінші топ адамдар пайғамбарымыз баянды былай деп айтады: "Уасаба минха таифатан ухра иннама хия қианун". Үшінші топ адамдар бұлар сор жер сияқты. Сол жердің ерекшелігі ла тумсикул маан, ол жерде ешқандай су тұрмайды, өйткені сор жерге су жаңбыр жауатын болса бірден сіңіп кетеді. Оля тунбиту калаан, және ол жерде ешқандай да шөп өспейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ондай адамдарды не пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген ілімдерін өздерінің бойларына қабыл етпейді, тіпті өзгелермен бөліспейтін адамдарды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам құрғақ сор жерге ұқсатқан. Фазалика масалул ма фақуха фи динилlah. Пайғамбарымыз айтады: шын мәнінде Аллахтың дінін түсінген адамның мысалдары осындай. Яғни бірінші топ адамдар, олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи келген ілімін қабылдап, Аллахтың дінін шынайы түсінген адамдарды әлгі құнарлы жерге ұқсатқан. Ва нафағаху ма баасаниллаху бихи. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи келген нәрсені, Аллах тағала жіберген дінін пайдаланып, өмірде қолданып, сөйтіп оған пайдалған адамдар осылар дейді. Фаалима ва аллама, және олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сүннеттерін біледі және соны өзгелерге үйрететіндер. ومثل ما لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي
урсилту бихи. Енді кейбір адамдар болады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әкелген ілімдерді оған бастарын көтеріп қарамайтын адамдар. Тіпті оларны керек етпейтін адамдарды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам олардың Аллах тағаланың жіберген пайғамбардың іліміне бет бұрып, бас көтеріп қарамаған адамдарды осылайша теңеген. Егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисін қорытындылайтын болсақ, Алла елшісі өзінің әкелген ілімін, тура жолын бір нөсер жаңбыр ұқсатады. Алайда сол нөсер жаңбырды қабыл ететін адамдарды пайғамбарымыз үш топқа бөледі. Бірінші топ адамдар олар құнарлы жер сияқты. Ол суды бойына сіңдіреді, яғни пайғамбар әкелген ілімін бойына сіңдіреді және өзгелермен бөліседі, өзгеге пайдасын келтіреді. Кейбір адамдар болады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннетін игереді, бірақ өмірінде пайдаламай, тек қана өзгелерге жеткізетін адамдар. Үшінші топ адамдар, ең сорлы адамдар, пайғамбарымыз сипаттағандай, олар құнарсыз шөл, сор жер сияқты. Ол жаққа қанша жаңбыр жауса да, ол жер көгермейді және ол жерден ешқандай да өсімдік өніп шықпайды. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әкелген дініне бастарын көтеріп те қарамаған адамдарды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әлгі сор жерге теңеген. Иншалла, Алла соты баршамызды бірінші топта адамдар сияқты көгерген, өзімізге пайда ететін және өзгеге пайда ететін ілімді алу нәсіп етсін. Ахир дауғана инальхамдулиллахи раббил аламин.